Сен атың кім қарындасым? Айгөрке. Шынар? 1227 баспана. Бұл ерекше табыстау. Видеоны соңына дейін көріңіз. Саламатсыздар ма, балалар? Қалайсыздар, амансыздар ма? Отыра беріңдер, бәрін түгел отыра. Танысыздар ма? Да? Оқу жылы құтты болсын. Маған бір өте пысық, күшті киноға түскісі келетін оқушылар керек болып тұр қазір. Иә, бір 5 қыз бала болса, 5 ұл бала. Жүріңдер, сендер дайындалып тұрыңыздар, бірге шығып кетеміз, хорошо? Бізге тағы да 10-шы сынып қай жерде? Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Кішкене шок, түсінем. Біз осы жерде бір кино түсіріп жатырмыз. Соған пысық оқушылар керек болып тұр. Кім түскісі келеді? Кім қарындас атын кім? 5 қыз бала, 5 ұл бала. Так, қарындастарым тұрыңыздар. Рұқсат құда? Жүріңіздер. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Осынша балаң болса деймін. Сен атың кім қарындасым? Айгөрке. Шынар? Болды, келе болды. Камераға бейт жүріңдер, қазір іште музыка, не қосылып жатса, шапалақ ұрып тұрасыңдар, хорошо? Іште бәрі камераға түсіріп жатады сіздерді. Соған не істеп қалмаңдар, алаңдап қалмаңдар, самый главное. Мына, жаңа кішкентай қыздар ма? Атың кім? Айшуақ? Айшуақ? Жаным сол. Сен атың кім? Аяулым. Аяулым? Жаным, жүріңдер. Дайын ба іште? Операторлар бәрі дайын тұр ма? Жахан ағамыз мына жақта оқушыларды, балдарды алып келе жатыр, олар әлі ештеңе білмейді. Құрметті оқушылар, сіздердің өздеріңіздің класстастарыңыз Айгөркем, Шынар, жаңағы 2 балапан қайда? Осы қарындастарымызға осы үйді Харекет қорының атынан сыйладық, достар! Қазір сол қызықтың қайда бәрі, ішім дүртеп барады қайғалауы, сағынады адамдар өткен шағын. Қазіргі түрін көрсе айнадағы, қазіргі түрін көрсе айнадағы. Харекет қорының қазақ елінің 1227 баспанасы сіздерге табысталады. Құтты болсын! Жаным сол, жаным. Бүгінгі бас төрдегі, ертеңгі бас көрдегі, алаңдамай есептеп келген кеткен деңгені, жарлысы бар, байы бар, мекен еткен жердегі, санамасын денсаулық пен пендені. Көктен де адам құлайды, жерден де адам. Бұндай үйді вообще ойлағанда жоқпыз, негізінде ондай болады деп ойлағанда жоқпыз. Бәрі жаңа қыздардың өзі де шок болып жатыр. Үйлі болдыңдар деп кәдімгідей маған қуанып жатыр. Оның өзіне де рахмет. Алла разы болсын сіздерге, Харекет қорына. Сен осы күнді анамда көргенде қазір кәдімгідей бақытты болып отыратын едік. Жоғарыда қарап бәрі бақытты болып отырған шығар. Енді осы үйде біздің алға қойған мақсатымыз өсіп өніп шығып, үлкен белестерді бағындыру. Қараңыздаршы, қандай бақыт, ананың арманын қазақ ел бәріміз бірге орындадық. Қоныс құтты болсын, бұл міне біздің ортақ жеңісіміз. Қымбатты достар, міндетті түрде осы видеоның астына комментарий қалдырып, Харекет қорының парақшасына тіркеліп қойыңыздар. Біз көп болсақ әлі талай жанды қуаттамыз.